Ораза әрбір мұсылман үшін парыз. Исламдағы 5 парыздың бірі. Рамазан айында ораза ұстау. Алла тағала Құранда былай дейді: «Ей иман келтіргендер! Сендерге дейінгі үмметтерге парыз етілгендей, сендерге де ораза парыз етілді». Әрине, тақуалыққа жетулерің үшін бұл аяттан оразаның барлық мұсылмандар үшін парыз екенін көруге болады. Бірақ шариғат ораза ұстауға жағдайы келмейтіндер үшін ерекше рұқсаттар береді. Ораза кімдерге парыз? Ораза төмендегі шарттарға сай келетін әрбір мұсылманға міндетті. Ислам дінін қабылдаған болуы керек. Мұсылман емес адамдарға ораза парыз емес. Балиғат жасына жетуі тиіс. Ораза кәмелетке толған ер мен әйелге парыз. Ақыл есі дұрыс болуы керек. Егер адам есінен айырылған болса, оған ораза міндеттелмейді. Денсаулығы ораза ұстауға жарамды болуы керек. Ауыр науқастарға ораза міндет емес. Жолаушы болмауы керек. Ұзақ сапарда жүрген мұсылманға ораза ұстау міндеттелмейді, бірақ кейін қазасын өтейді. Әйелдер хайыз, етеккір, немесе нифас, босанғаннан кейінгі қан жағдайында болмауы керек. Бұл күндері ораза ұстау рұқсат етілмейді, бірақ кейін қазасын өтейді. Кімдерге ораза ұстау міндет емес? Ислам діні әр адамның жағдайын ескеріп, белгілі бір адамдарға ораза ұстамауға рұқсат береді. Ауыр науқастар, егер ораза ұстау денсаулығына зиян тигізсе, оған рұқсат етілмейді. Бірақ кейін сауығып кетсе, оразасының қазасын өтеуі керек. Егер мүлде ораза ұстай алмаса, күн сайын мұқтаж адамды тамақтандыруы тиіс. Қарт адамдар, өте егде жастағы кісілердің ораза ұстауы қиын болса, олар фидия, күн сайын кедей адамды тамақтандыру беру арқылы өтей алады. Жүкті және емізулі әйелдер, егер ораза ұстау өзіне немесе баласына зиян келтірсе, кейін қазасын өтеуі керек. Жолаушылар, ұзақ сапарда жүрген мұсылманға ораза міндет емес, бірақ кейін қазасын өтейді. Психикалық ауытқуы бар адамдар, егер адам өз іс-әрекетіне жауап бере алмаса, оған ораза парыз емес. Хайыз және нифас кезіндегі әйелдер бұл кезеңде ораза ұстауға тыйым салынған, бірақ кейін өтеуі керек. Ораза исламдағы ең маңызды ғибадаттардың бірі, бірақ дініміз әр адамның жағдайын ескеріп, белгілі бір жеңілдіктер қарастырған. Егер сізге ораза ұстау парыз болса, оны толық орындау керек. Ал егер белгілі бір себептерге байланысты ұстай алмасаңыз, шариғаттың рұқсаттарын пайдаланып, кейін қазасын өтеуге болады.